6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Бірақ мұнымен бітпеді. Тағы да іздеуге барғанымда, олар төбеде болды. О, Дискорд, сенен асқан күлдіргіні білмейм. Маған алдыңғы тұяғыңды, сол аяғыңды ұстауға жаттықтырған оқиғаң ұнайды. Ой, сен бүгінгі шайымызды жақсы көрем. Сені Трихагер деген құрбыммен таныстырам. Сен де оған ұнап қаласың. Трихагер? Біз Бризиді бақылап отырғанда таныстық. Білесің бе, ол Эквестриядағы сирек кездесетін тіршілік иелерін қорғау қауымдастығының мүшесі. Қандай сүйкімді. Барлығымыз бірге үлкен мерекелік кеште уақытымызды қызықты өткіземіз. Оу, мені шақыруыңды күттім. Қане, қуана келсем. Қап. Трихагерді ендігі шақырып қойдым ба деп қорқам. Кешірші, Дискорд. Сен Селестия ханшайыммен дос болған соң билетің бар деп ойладым. Сені шақырмады деп ойламадым. Кімді, мені ме? Билетті пошташы жоғалтып алған шығар. Балалардың айтуынша, үй ашық бос. Жарайды, кетуім керек. Алайда біз сейсенбілік тәтті нанды жемедік қой. Олай болса, бұл жолы оларды мүлде жемейтін боламыз. Мұны дауыстап айттым ба? Яғни кездескенше. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, жүрекпен сыйларсың бізге. түрлі оқиғаның Сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Жаңа дос. Твайлайт қайда? Контрлотта Селестия ханшайымға мерекеге дайындалуға көмектесуге кетті. Бұл сендердің алғашқы үлкен мерекелік кештерің. Толқумен алдын ала масаттануды Эквестрияның бүкіл асылтастары үшін мен жіберіп алмас едім. Мерекелік кешке барамыз! Мерекелік кешке барамыз! Мерекелік кешке барамыз! Қане, тынышталыңдар. Бұл өмірлеріңдегі соншалықты маңызды нәрсе емес. Сіңілім бой жетіпті. Ей! Бұл өміріміздегі ең керемет кеш болады. Мына сүйкімді балақайлардың мағынасыз үлкен мерекелік кешке баратын өз билеттері бар екені өте күмәнді. Дөрекі сұрағыңа жауап берейін. Олар біздің серіктеріміз, ізбасарларымыз. Біз ізбасарларымыз. Я, маған сенің де түсіндім. Ерекше таңғаларлық күн болсын. Сәлем, Дискорд. Торт жейсің бе? Барлық дәмнің тізімін бере алам. Бізде бәрі бар. Өте дәмдіден бастап тіл үйретін дәмдіге дейін. Жалпы Пинки Пай, сен кімді жаныңа анығында сен не екенін білесің бе? Қарным ашты. Торттардың бәрін аламын. Торттардың бәрін бе? Ол торттардың бәрін алғысы келеді. Маған мерекеде көп күш қуат қажет болады. Әрине, баратын болсам, айтпақшы өзіңмен бірге біреуді ертіп барасың ба? Әрине, апамды шақырғым келеді, өйткені ол менің апам ғой. Оның барғысы келеді. Мен бәрінен өтіндім, бәрінен. Ешкімді таба алмаған соң, өзім бара берем деп шешкенмін. Сосын понилердің ішінде көбірек сәнді сауық кешін кімнің ұнататынын түсіндім. Менің әпкем Мот! Білесің бе, тапсырысымды алмаймын. Енді сенің торт алғың келмей ме? Сен шынымен де сондай әзіл қойсың. Ой, бүгін Эквестриядағының барлығы әзіл қой секілді. Ой, мен қандай дөрекімін. Трихагер бұл Дискорд, Дискорд бұл Трихагер. Неткен керемет, сенен діріл таралып тұр. Діріл ме? Бұл қошемет. Оған сенімдімін. Жарайды, кетуім керек. Сені көргім келгеніне мұның еш қатысы жоқ. Күдіктенбеуіңе болады.
мерекеде жақсылап көңіл көтерулеріңді тілеймін. Шыншыл екен. О, Трихагер, сен сондай керемет құрбысың, сондай әзіл қойсың. Кәрі әзіл қой Дискордқа қарағанда әлде қайда асып түсесің. Ой, жоқ. Менен мынаны ал, талап етемін. Әйтпесе, біреу оны менің досым деп және ол шақырсын деп үміттеніп жүр деп ойлап қалады. Не болды? Дискорд ренжіп қалды деп ойымдап тұрсың ба? Ештеңе болмайды. Қалаған кезімде жаңа достар тауып аламын. Мұның ешқандай мәнісі жоқ. Менің тіпті бұл мерекеге барғым да келмейді. Ешқашанда барғым келмеген. Сен мені іздеп жүрген жоқсың ба, балақай? Ал сіз? Дискордсыз ба әлде үй тұрғынысыз ба? Бұл жерден үй нөмірлерін табалар емеспін. Үлкен мерекелік кешке арналған билетім. Мені шақырды. Неге сонша кешіктің, а? Неге сонша кешіктің деймін? Ұшатын борсықтардан қашып жүріп, біраз адасып жүріп қалдым. Тіпсіз шұңқырға қарай бағытты көрсетіп жібересіз бе? Ол жақтан ары қарай жолды өзім табам. Ана бір жақта. Әрмен кет. Мерекеде кездесетін сияқтымыз Флаттершай. Бірақ мен жалғыз бара алмаймын. Ол өзін менің жалғыз досым екен деп ойлап қалады. Менімен баруға кім тез келсер екен? Биыл мерекені ұйымдастыру жұмыстарының жартысын өз мойныңа алғаның үшін саған алғысым шексіз. Әрқашан көмектесуге дайынмын. Рахмет, Twilight. Алғаш рет мерекені жай ғана тамашалау жанға жайлы болады. Қонақтарымыз, дауқымар Дискорд пен оның қонағы, Смузи келді. Ой! Кеш жарық, понилер. Қандай керемет кеш. Ол жылтырақ заттарды өте жақсы көреді. Олармен сөйлесемін. Мұнда не істеп жүрсің? Мынау мен. Сабыр ет. Смузи мынау шығар, бірақ мынаудың жүрегі бар. Майдан жасалған болса да. Бұл кеш мен үшін өте маңызды, Дискорд. Мынауыңда бақылауыңда ұста. Я, әрине. Маған мынаны айтшы. Флаттершайды көрмедің бе жақын маңайда? Біз келдік! Біз мерекеге келдік! Рас па? Сарқырамадан шыққан био өріс өте әсерлі. Сондай сиқырлы, ерекше құбылыс екен. Апырай! О, Флаттершай, ал мен сені байқамай қалдым. Сонымен био өрісті сарқырамадан іздеуді қалай ойлап таптың? Дискорд, сені келмейтін шығар деп ойлаған едім. Жоқ, мен олай демедім. Дегенмен мұны осылай есіңде сақтағаның қызық. Жарайды, сені көргеніме қуаныштымын. Кім еді әлгі? Кенеттен атыңды ұмытып қалдым. Қызық екен. Танысқаныма қуаныштымын, Трихагермін. Не деген рахат. Жалпы екеуміз бұрын кездескенбіз ғой, я? Керемет. Басқа өмірде ме? Әзілің бе? Мен есіңде жоқпын ба сенің? Көптеген тіршілік иелерін кездестіргенмін. Олардың әрқайсысы мінсіз және бірегей. Жарайды. Олай болса айтқанымдай ақ, ескі жан досыңмен отырған. Қандай керемет. Солай емес пе? Мен шынымен де сенің ескі және жан досыңмын ба? Сен бе? Әрине жоқ. Сенен басқа досым жоқ деп ойлайсың ба? Өмір сүргеніме бірнеше ғасыр болды ғой. Смузи етіп тұрмын. Смузи досым, Смузи Нато. Оны колледжде осылай айтатынбыз. Смузи, сені Флаттершаймен таныстырғым келеді. Және қалай еді? Трихагимеді? О, маған ұнайды. Бұл өмірлік ырғағыма сай келеді. Бәлкім атымды өзгертсем бекен.
бұрын смузи жайлы айтпағаныңа сене алар емеспін. Екеуің өте жақын сияқтысыңдар. Мұны түсінгеніңе қуаныштымын. Себебі бұл шындық. Біз шынымен де өте жақынбыз. Бұл өте керемет. Төртеуміз бір уақыт тауып кешкі ас ішуіміз керек. Бір уақыт тауып кешкі ас ішуіміз керек дейсің бе? Сен мейірімсізсің бе? Ой, бір понилердің сөйлескілер келеді. Біз тез арада ораламыз. О, жарайды. Трейзи екеуміздің сенімен сөйлескіміз келіп еді. Трейзи? Шынымен бе? Кішкентай балаларға арналған ат сияқты деп ойламайсың ба? Смузи, балақай қоя тұр. Смузи, тоқтай тұр. Тыңда, Смузи мұнда жалғыз өзің көңіл көтере бер, және мен қайтып келгенше осында бола тұр. Оның несі күлкілі? Дәл солай. Біз ана жаққа барып билейміз ғой дейм. Флаттершай, Хаггиге екеуміздің дүкенге барып, бір торттың орнына екі тортпен оралғанымыз туралы оқиғаны айтып берші. Міне, біз бірге болғанда осылай көңіл көтереміз, иә? Біз дүкенге барып 2 торт сатып алдық. Сен барлық көңілді жерлермен алаңғасарлық істерімізді өткізіп алдың дегенмен, менің ойымша сен түсіндің, Трихагер. Сендерге торт ұнайтынын түсіндім. Біз бір-бірімізге ұнаймыз, ең бастысы. Осы. Жалпы торттарға немқұрайлы қараймын. Мені кіргізіңдер. Құбыжық ашекелерімді тартып алды. Дискорд, досыңа бас көз болуыңды сұрадым ғой. Қойшы, түні бойы ол нәрсені қадағалап жүруден де маңыздырақ істерім бар. Айтайын дегенім, ол нәрсе менің қымбатты досым, және оның ерекше шығаратын шырышы понилерді былғамауын қадағалаймын. Рахмет. Бәрі жақсы понилер. Ғажайып кештен рахаттануды жалғастырамыз. Мені Флаттершайдың алдында ақымақ қылып көрсетіп жатырсың. Кеш аяқталған кезде келемін. О, Трихагер, сен сияқты күлдіргі пониді кездестірмеппін. Бір-екі жұмыс істеп тұр. Кеш жарық биелер мен тай құлындар. Жаңа ғана Кантерлотқа ұшып келдім. Денемнің кейбір жерлері қатты шаршады. Менің тек әрбір жерімде әртүрлі көлемдегі кішкентай қанаттар бар. Ал ұшқанда Твайлайттан жақсы ұшамын. Рас қой, солай емес пе? Эй! Бәлкім көздеріңмен көретін әзіл көбірек ұнайтын шығар. Сонымен, құрметті көрермендер, бұрын соңды болмаған өте керемет құбылыс. Мұндайды көрмеген шығарсыздар. Бұл не тағы? Қызық көрермендер екен. Ол не істеп жатыр? Бұл әзіл сияқты ма? Жалпы мен осы Маған әзілдер әзілді ұнайды. басқа көрермендердің алдында көрсетіп жүрдім. Бәріне ұнайтын еді. Тоқ. Енді сендер бұл кім деулерің керек қой? Бұл жалпыға ортақ күлкілі әңгіме ғой енді. Жалпыға ортақ күлкілі әңгіме ол сенсің. Қандай күлкілісің, Мот? Бұл немене? Ой! Ой! Менің сиқырым бұл шырышқа әсер етпейді. Сіз оны тоқтатасыз ба?
тоқтата алмаймын ба деп қорқам. Дискорд, оны ертіп келуге қалай дәтің барды? Ой, ол соншалықты жаман емес қой. Аяқ киімім әбден бүлінді. Сені сол алаңдата ма? Шынымен бе? Бұл бір сұмдық болды. Ой, Пырая, шынымен бе? Бұл жағдай тіпті орын алмас еді. Егер мен біреудің ізбасары болғанымда. Сен оның тепе-теңдігін бұзған сияқтысың. Оның сезімдеріне әсер еткен дейсің. Солай ма? Сирек кездесетін жануар туралы ештеңе білмейсің. Смузиді өткен ғасырлардан бері білемін. Ол қапаланып тұрған жоқ. Ол керемет көңіл көтеріп жатыр. Оған былай айтқанда, тыныштандыратын дыбыстық ем қажет. Мен білем, әдетте жағымды дірілге шомылғанымда тынышталып қалам. Бәлкім оны дыбыстық еркелету тыныштандыратын шығар. Сен өзі не дегеніңді өзің түсіндің бе? Қане Смузи, рахаттан. Трихагер, сен кереметсің! Я! Жарайсың, Трихагер! Бұл жануарлардың өзгеруінің ішіндегі ең кереметі. Барлығыңа рахмет. Сендердің сиқырларың әсер етпеуі сиқырдың жүйесіне байланысты. Ол дірілінің өзін тыныштандыратын қуат өрісіне жауап Тоғар, жетер енді. Болды. Сен мені жалықтырып жібердің, Трихагер. Есеңгіреп қалдым. Мені шаршаттың. Даусыңды бәсеңдетіп сөйлей аласың ба? Бәсеңдетіп бе? Бәсең бе? О, досым, бұл не өзі? Алаң болма, саған тиіспеймін. Тек басқа әлемге жіберемін. Енді ешқашан. Флаттершай екеуміздің қарым-қатынасымызға араласпауың үшін. Дискорд, тоқта! Оның көзі құрған кезде ғана тоқтаймын. Ал сосын, мұның барлығына сенің үйіңдегі сейсенбідегі шайда көлетін боламыз. Уайымдама, Флаттершай, біз оны тоқтатамыз. Оған жақсылық жасап жатырмын, Флаттершай. Бұл керемет әлем. Үлкен құмды жағалау, ілтипатты күтушілер. Жарайды, аздап дымқыл екенін мойындаймын. Бірақ біздің заманымызда басқаша қалай болады? Неге бұлай істегеніңді түсіне алар емеспін? Бәріміз тату тәтті едік қой. Мүмкін болғанынша тату болдық, я. Сенің достығымызды аяқ асты етуіңе келсек, мені түкке тұрғысы санап, жылдың ең маңызды мерекесіне оны шақырдың. Бұл қалай болғаны? Шынымен де жаңа досым болған соң сені тастап кетті деп ойладың ба? Я, сен солай істедің ғой. Жоқ, Дискорд, мен құрбымды мерекелік кешке шақырдым. Сені тастап кеткен жоқ. Ал егер сенің жанжал сиқырын жоятын досың болса, демек біз ендігі дос болмайтын бедік. Жоқ, бәлкім солай шығар, я. Жай ғана менің әртүрлі іске әртүрлі досым болар еді. Сұмдық-ай, сәл-пәл асыра сілтеп жіберген сияқтымын. Ұят болды. Сәл-пәлден бірнеше есеге арттырып жіберген сияқтысың. Трихагер, бізге 1 минут уақыт бере аласың ба? Достық саласында жаңа тұлғамын. Бұл ойлағаннан да әлде қайда күрделі. Біреуден кешірім сұрағың келмей ме, Дискорд? Менен емес. О, я, дұрыс айтасың. Трихагер, ашуымды сенен алғаным үшін кешірім сұрайым. Бәрі өте жақсы. Маған 1-2 минут керек. Сені шынайы құшақтамас бұрын қуаттау орталығымды тазалап алуым қажет. О, қуаттау орталығы, түсінем. Кешірім сұрауға міндеттімін, Смузи. Кеш бойы тек өз сезімдерімді ғана ойлап, сенікін ұмытып кетіппін. Сонымен, достар, ақырында көп досымның болуы маған ұнап қалуы әбден мүмкін.
Маған да ұнайды. Егер біреу билікке бағынбайтын сиқырлы шырышты би алаңына төкпесе, бұл қандай сауық кеші болады? Кеттік смузиатор билейік! Кеттік! Кешіріңіз, Селестия ханшайым. Сізге демалуға мүмкіндік беремін бе деп ойлаған едім. Тым мен менсіп кеткен сияқтымын. Кешірім сұраудың қажеті жоқ. Бұл көп жылдардан бергі ең көңілді сауық кеш болды. Білем, бұл не? Алайда барлық жерде шырыш болды ғой. Ал қонақтардың бірі тіпті пониді басқа әлемге жібермекші болды. Білемін, Дискордты шақырмасам, қалай ішіміз пысатынын елестетіп көрші. Кеттік! Кеш енді ғана басталды. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.